Айша анамыз пайғамбарымызға: я Алланың елшісі, қадір түніне жолықсам, қадір түнін тапсам, қандай дұға қылайын деген кезде: Аллахумма иннака афуун тухиббул афва фаъфу анни. Я Алла, сен кешірімдісің, кешірімді жақсы көресің, мені кешір деп дұға қыл деген екен. Алланың афу есімі ғафур есімінен өзгеше. Афу сен күнә жасамағандай, мүлдем күнә істемегендей сенің күнәңді жойып жібереді. Яғни күнә істемегендей сені күнәдан арылтатын Алланың есімі. Неге кешірім дұғасын үйретті? Өйткені, құрметті бауырлар, Алла Тағала Құранда айтады: «Лау юахидуллаху наса бизулмихим ма тарака ала захриха мин дабба». Егер Алла Тағала адамзатты күнәсі үшін, зұлымдығы үшін жазалайтын болса, жер бетінде ешбір тіршілік иесі қалмайтын еді дейді. Жер бетіндегі тіршіліктің жалғасуы біздің Алладан сұраған кешіріміміздің себебі болып жатыр. Яғни Алладан сұраған кешіріміміз себепті Алла бұл тіршіліктің өмірін жалғастырып жатыр. Сондықтан Алла Тағала егер біздің күнәмізге қарай жазалайтын болса, онда жер бетінде тіршілік иесі қалмас еді. Бірақ яфу ан касир, Алла Тағала күнәларымызды кешіріп жатыр. Осылай қадір түнінде жасаған кешірім дұғаларымыздың себебімен Алла Тағала барша тіршілікті өмір сүргізіп, күнәларымыздан арылтып, тіршілікті жалғастырып жатыр бейне бір. Алла қадір түніндегі құлшылық дұғаларымызды қабыл етсін.